Танымал мемлекет және қоғам қайраткері марқұм Бердібек Сапарбаевтың ұлы Жансұлтан Сапарбаев әлеуметтік желідегі парақшасында ерекше жазба жариялады. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Айтуынша, бала күнінен бері оны әкесінің баласы деп атайды екен. Ол өзінің жазбасымен әкесінің баласы дейтіндерге жауап берді. Мені бала күнімнен бері әртүрлі атап келді. Әкесінің баласы, алтын жастардың өкілі. Сенің жай ғана жолың болды. Мен бұған ешқашан қарсы шыққан емеспін. Иә, мен әкемнің ұлымын. Және мен бұл үшін ұялмаймын. Алайда уақыт өте келе бір ақиқатты түсіндім. Біреудің ұлы болу артықшылық емес. Бұл жауапкершілік. Әкесінің атына кір келтірмеу жауапкершілігі. Адам болып қалу жауапкершілігі. Өз жолыңмен жүру, өз өміріңді сүру жауапкершілігі. Бәріміз де біреудің баласымыз. Мәселе онда емес. Мәселе сенің кім болатыныңда, деп жазды ол. Қадірлі көрермендер, бұл жазбадан ешқандай да пафос емес, салмақты ой сезіледі екен. Жансұлтан Сапарбаев өзін ақтауға да, біреумен жарысуға да тырыспаған. Керісінше, көп айтыла бермейтін шындықты ашық жеткізген көрінеді. Иә, белгілі адамның баласы болу сырт көзге жеңіл көрінуі мүмкін. Бірақ оның артында үлкен жауапкершілік, үнемі бақылау, салыстыру, күдік қатар жүретіні баршаға белгілі. Ол соны ренішпен емес, сабырмен қабылдап отырғанын байқауға болады. Маған ұнағаны артықшылық емес, жауапкершілік деген ойы. Бұл сөз көп жастың ойына ой салуы мүмкін. Әкеңнің атына сай болу, соны бұлғамау, өз бетіңмен адам болып қалыптасу оңай міндет емес. Оның үстіне марқұм Бердібек Сапарбаевтай елге еңбегі сіңген тұлғаның баласы үшін бұл салмақ әрине екі есе ауыр. Сондықтан бұл жазба біреуге жауап беру үшін емес, өз ұстанымын тыныш түрде түсіндіру үшін жазылғандай әсер қалдырды. Қарапайым, бірақ мағыналы.